Қараңғы бөлмеде байланған әйел айқайлап, босану кезінде бірнеше минут азап шегеді, содан соң деформацияланған бала дүниеге келеді. Бұл оқиға 2 жыл бұрын, отбасы шөл далада саяхаттап жүріп, кездейсоқ 16-шы сектор деп аталатын әскери аймақты тапқан кезде басталған. Кейінгі апталарда Американ әскері жоғалған адамдарды іздеу үшін топ жіберді. Қазіргі уақытта әскери басшылар топқа аймаққа электронды бақылау орнатуға бұйрық берді, бірақ себептер құпия. Байланысты тексеру үшін техник хан кейбір жалған қуыршақтар мен жасырын кездесу бөлмесі ретінде пайдалануға болатын ескі шахтаны орнатты. Доктор Уилсон басқару бөлмесінен жылу сенсоры арқылы жағдайды бақылайды, бірақ сканерде бір түрлі нәрсе байқайды. Оны талдауға үлгермей, экран өшеді. Хан қуат қорабын тексеруге барады, және кабельдердің күйіп кеткенін байқайды. Ол мұны егеу құйрықтардың істегені деп болжайды. Осы кезде доктор Фостер тау басында жабдықтарын орнатып жатыр. Ол Уилсонды радио арқылы шақыруға тырысады, бірақ жауап жоқ. Содан соң ханды шақыруға тырысады, бірақ хан шахтада шектері шығып өлі жатыр. Фостер артына бұрылғанда мутацияға ұшыраған адамның жылан жеп жатқанын көріп таңғалады, бірақ мутант оның сөмкелеріне қызығады. Кенеттен ер адам оғаш сөз айта бастайды. Фостер бірнеше секундтан кейін оның қаш деп айтып жатқанын түсінеді, бірақ ол кезде кеш болады. Біреу оны артынан шабуылдап өлтіреді. Полковник Ридинг айғайды естіп Фостерді іздеуге шығады. Кенеттен мутант оның артында пайда болып, оны таяқпен пышақтап, таудан лақтырып жібереді. Осы уақытта бір топ сарбаз қауіпті соғыс аймағында қатты атыс астында қалады. Спид кездейсоқ дулығасын жоғалтып алады, және оны алу үшін қайта оралады. Оның жанында мина жарылып, жау оларды және олардың анасын қорлай бастайды. Сондықтан Крэнк жасырынған жерден шығып, жауын қуады. Оның әріптестері оны ессіз деп ойлайды, бірақ олардың басқа амалы жоқ, соңынан ереді. Анасы баласы үшін жылап шығады. Наполеон кешірім сұрауға тырысады, бірақ әйел киімінің астынан гранаталарды көрсетеді, және жарылысты білдіретін кабум деп айтады. Бұл тек жаттығу екенін ашады. Кейін сержант Джеффри бүкіл топты ақымақ сияқты әрекет еткен үшін сөгіп, олардың 16-шы секторға ғалымдарға заттар жеткізу үшін баратынын хабарлайды. Бұл өте құпия аймақ, сондықтан ешкіммен сөйлеспеу керек және адасып кетуге болмайды. Алайда Джеффри жоғарыдағылардың бұл аймақтың қауіпсіз екеніне сендіргенін айтады. Сапар кезінде кадеттер бір-бірін мазақтап, жанжалға ұласады. Крэнк ашуланып, біреуді жүк көлігінен лақтырып жібере жаздайды, басқалар оны тыныштандыруға мәжбүр болады. Ақыры ғалымдардың лагеріне жеткенде, олар ешкімді таппайды. Радио арқылы байланысуға тырысады. Олар жартастардың артында біреудің бақылап тұрғанын байқамайды. Крэнк шахтаның есігін ашқанда, іштен ұшып шыққан жарқанаттар тобы оларды шошытады. Олар спутниктік телефон тапты, бірақ ол сынған. Кенеттен жүк көлігінің радиосынан ер адамның көмек сұраған хабары келеді. Ол тау басында екенін айтады. Сол сәтте топтауда сигналдық айна көреді, және Джеффри құтқару миссиясына шығатынын хабарлайды. Наполеон базаға хабарласпай кетудің жаман идея екенін айтады. Сондықтан Джеффри оны жаза ретінде ваннаны бір аяқта тұрып күзетуге мәжбүрлейді. Жолда Джеффри Амбердің флирт жасап жатқанын байқап, оған радиомен байланысуға тырысуды жалғастыруды бұйырады. Амбер бұйрықты орындайды және таңғалғанда радио арқылы сәлем деген дауысты естиді, бірақ одан әрі ештеңе жоқ. Топ тауға шығып бара жатқанда Микки абайсызда жасырын және жалған, қалғандары оны құтқаруға және шығаруға асығады. Уақытында тас лақтырып, тесіктің шамамен 100 миль тереңдікте және 100 жылдық екенін анықтайды. Миккидің тобығы жарақаттанған, сондықтан Джеффри оны лагерге қайтарады. Осы кезде Наполеон дәретханаға жеңілдеу үшін кіреді. Кенеттен оғаш дыбыс естиді және дәретханадан қол шығып, оны ұстайды. Наполеон айғайлап, дереу үрейленіп шығады. Амбер оның әңгімесіне күмәнмен қарайды және жақынырақ тексеру үшін барады, бірақ нәжісте толық қол пайда болады. Сарбаздар оны шығарады және бұл Уилсон екенін анықтайды. Оның дірілдеген денесінде оғаш жаралар бар. Уилсон олар осында деп сыбырлайды да қайтыс болады. Наполеон біреу оны инфекциядан баяу өлу үшін кескенін түсінеді. Жуынып болғаннан кейін дуэт Джеффримен байланысуға тырысады, бірақ радио әлі де істемейді. Сол сәтте олар түтінді көреді және біреу олардың жүк көлігін өртеп жібергенін таңғалып байқайды. Командасын ескерту үшін іздеуге шығады, бірақ Наполеон қалуға шешім қабылдайды. Бірнеше қадам жасағаннан кейін Амбер шу естиді. Кенеттен артынан зомби секіріп шығады, бірақ мутант әлдеқайда күшті және оны жерге құлатып жібереді. Амбер оны таспен ұрады, бірақ мутант пышақпен қарсы шабуылдайды.
Амбер соққылардан жалтарған кезде мутантқа оқ тиеді, ол жартастарда жасырынған Миккиден келеді. Мутант шахта тесіктерінің біріне секіріп қашып кетеді. Басқа тесіктен қол созылып, Миккидің тобығын ұстайды, оны құлатып жібереді. Амбер оның қолдарын ұстауға тырысады, бірақ жұмбақ қол оны қатты тартады. Ол мылтығын алады, бірақ Миккидің денесі бүкіл тесікті жауып тұрғандықтан ата алмайды. Көп ұзамай Наполеон келіп, Миккиді ұстауға тырысады, бірақ тым кеш болады. Миккидің денесі қанай бастайды, тастар аяғын сындырып, денесі тесіктен өту үшін жеткілікті сығылғанша бүгіледі және жоғалып кетеді. Тауларда Дельмар іздеуді жалғастыру үшін биік жартасқа өрмелеуге таңдалады. Осы кезде Мисси ұлының хабарламасын көру үшін топтан бөлініп кетеді. Кенеттен шу естиді және біреу иығына тигенде шошып кетеді, бірақ бұл тек оның әріптесі, олардың кететінін хабарлайды. Біраз жүргеннен кейін олар тастағы аяқ киімді табады. Жақын жерде Фостердің денесін, бас жарақатына әмияны тығылған күйде тауып, алаңдайды. Жау туралы уайымдаған Спид командамен байланысуға тырысады, бірақ достары жауап бермейді. Бірнеше әрекеттен кейін олар Ридингті естиді. Ол бір сөйлем айтып, байланыс тағы үзіледі. Мисси бұл алдыңғы қоңырауда естіген дауыс емес екенін айтады. Топтастар арасындағы оғаш дыбыстарды естіп, алға жылжи береді. Кенеттен мутант Спидке шабуыл жасайды, оның рюкзагын ұрады. Спид оған оқ атып жауап береді. Мутант тау басына қашып, оған тас лақтырады. Спид ойланбастан ата береді және абайсызда Джеффриді бірнеше рет жаралайды, ал мутант қашып кетеді. Топ оған көмектесуге тырысады, бірақ Джеффри бәрібір қайтыс болады. Амбер мен Наполеон келгенде, оларға Микки туралы айтуға тура келеді. Мисси тастардың үстінде біреудің қозғалғанын байқайды, бірақ мәселе шығармау үшін елемейді. Төмен түсу кезінде Спид Джеффридің денесін алып, бірінші болып түседі. Бастапқыда бәрі жақсы болады, бірақ кенеттен жол сынып, Спид құлап, қаза табады. Крэнк Наполеонды нашар түйін жасаған үшін кінәлайды, бірақ Дельмар арқанның кесілгенін байқайды. Олар барлық қосалқы арқандардың жоғалғанын да анықтайды. Топ қауіпсіз төмен түсетін жол іздейді, бірақ олар тек шыңырау табады. Тағы бір шу естіледі, олар соңынан еріп, әрең тірі Ридингті табады. Олар оның жараларын емдеуге тырысады, бірақ Ридинг оларға ашуланып сөйлейді. Содан кейін алыстан айғай естіледі, және бәрі атуға дайындалады. Арттарына бұрылғанда Ридингтің қолында мылтықпен тұрғанын көреді. Радиациялық эксперименттердің әсерінен мутацияға ұшыраған адамдар шахталарда өмір сүреді. Бірнеше минуттан кейін Мисси Амбермен бірге отырып, ұлының видеосын көрсетеді. Арттарынан мутант пайда болады. Мисси бұл тұзақ деп айғайлайды. Жігіттер оқ атып, мутантты тез арада өлтіреді. Кейін Мисси тастың артына дәрет сындыру үшін барады, бірақ артындағы мутантты байқамайды, өйткені оның тас тәрізді терісі камуфляж жасауға мүмкіндік береді. Мутант оны артынан ұстайды, оның айғайы басқалардың назарын аударады. Олар жолмен жүгіріп, мутанттың Миссиді шахтаға алып бара жатқанын көреді. Топ шахтаға кіргенде Стамп бұл жаман идея деп ойлап, үңгірден шығып көмекпен қайтатынына уәде береді. Топ шахтаны іздеуді жалғастырады, көлеңкеден біреудің бақылап тұрғанын білмейді. Олар тұйыққа тіреледі және Миссидің телефонын жерден табады. Фонарларын қолданып, олар кейбір металл қаңылтырлардың туннелді жауып тұрғанын байқайды. Дельмар төмен сырғып, бітелген тастарды тепкілеп, төменгі деңгейге жетеді. Амбер қолындағы өрмекшіні көргенде шошып кетеді, бірақ аман өтеді. Осы кезде Стамп таудан түсіп келе жатқанда, жақын жерден біреудің дыбысын естиді. Айналасынан тастар құлай бастайды, ол қорқынышты дыбыстарды ести береді. Жарты жолда қабырғадағы туннелді табады, және достарын шақырады, бірақ ешкім жауап бермейді. Шығуға тырысқанда туннелде мутант пайда болып, оның қолын кесіп, құлап өлуіне себеп болады. Шахтада топ жел соғып, оларды қабырғадағы тесікке апарады. Олар сыртқа қарағанда өлген достарын көреді, яғни мутант арқанды осы жерде кескен. Келесі туннел суға толы, сондықтан олар еденді жақсы көре алмайды. Амбер төтенше жағдайда өз-өзін жою үшін қалтасына оқ сақтайды. Ол абайсызда шұңқырға түсіп кетеді. Наполеон оны ұстауға тырысқанда, өзі де төменгі деңгейге құлайды. Су шұңқыр арқылы ағып кетеді. Миссиді ұстаған мутант сол жерде, бірақ олар оны көрмей тұрып жасырынады. Дельмар мен Крэнктің жолы тағы бір тесікпен бітеледі. Крэнк үлкен секіріс жасайды, бірақ әрең дегенде екінші жағына жетеді. Ол тайып кете жаздағанда Дельмар да секіріп, шынымен жетеді. Содан соң Крэнкті жоғары тартады. Тесіктің бұл жағында олар шаң басқан заттарға толы бөлмеге қауіпсіз түсу үшін арқанды пайдаланады. Мутант Миссиді тастап, ана сұлу деп айтады. Мисси оның бетіне түкіреді. Ашуланған мутант оны қорлап, төсекке лақтырады. Оны тәтті деп атайды. Содан соң тілін оның аузына салады. Мисси оның тілін тістеп алып, мутанттың шап аймағына тебеді. Содан соң қашуға тырысады.
Өкінішке орай, есікте үлкен мутант пайда болып, оны құлатып жібереді. Бірінші мутант кешірім сұрап, оны папа деп атайды, бірақ жаңа мутант оны да ұрып, қашуға мәжбүрлейді. Үлкен мутант бала туғысы келетінін айтып, Миссиге зорлық-зомбылық көрсетуге тырысады. Үлкен мутант ақырып, есікті жауып, Миссиге зорлық-зомбылықты жалғастырады. Осы кезде Наполеон мен Амбер Стамптың бас байлауын, және оның қолының жанында түсіп жатқанын табады. Мутант жасырынып жүреді, Наполеон оқ атады, бірақ бірде-бір оқ тигізе алмайды, оқтары таусылады. Мутант шабуылдауға тырысады, Амбер оның басын ұстап көзін жарып жібереді. Мутант оны тұншықтыруға тырысады, бірақ Наполеон тасты пайдаланып, мутанттың басын өлгенше ұрады. Сол сәтте туннелде соқыр мутант пайда болады, сондықтан дуэт қашу үшін баяу шегінеді. Көп ұзамай Крэнк пен Делмар сол туннелге жетеді, олардың дауыстары соқыр мутанттың оқ атуына себеп болады. Делмар жараланады, бірақ Крэнк тез әрекет етіп, соқыр мутантты құлатқанша оқ атады. Енді екі сарбаздың да оқ дәрісі таусылды. Наполеон люкті ашып, достарын ішке кіргізеді. Мутант оларды жасырын өткелден өтіп, ішінде құрбандардың денелері мен олардың заттары бар бөлмеге апарады. Амбер Миккидің денесін көргенде айғайлайды. Сол сәтте Делмар достарының қолында құлап қайтыс болады. Топ Делмардың денесін сүйреп алға жылжиды. Мутант оларды кіреберіске апарады, бірақ өкінішке орай есік кептеліп қалады. Амбер Миссиді іздеуге қайта оралғысы келеді, бірақ Крэнк оның қазірдің өзінде өлген деп есептейді. Мутант ештеңеге тиіспеу керектігін айтып, қашып кетеді. Амбер бәрібір Миссиді іздеуге шешім қабылдайды. Наполеон оның соңынан ереді. Ақыры Крэнк басқа бөлмеге кіріп, динамит қорабын алады, бірақ оны шығарған кезде абайсызда сымды тартып, жарылғыш заттарды іске қосады. Сол уақытта үлкен мутант Миссиді төсекке байлап, оның айғайы шахталарда жаңғырады. Шудың соңынан Наполеон мен Амбер жарылыстан ашылған жаңа туннел арқылы өтіп, армияның жиналыс бөлмесін табады. Наполеон үстелге жақындағанда, қуыршақ киімін киген мутант күтпеген жерден шабуыл жасайды. Бірнеше тебуден кейін ол Амберге секіреді, сондықтан Наполеон оны пышағымен 2 рет пышақтайды. Содан соң Амбер оны мылтығымен өлгенше соғып тастайды. Дуэт алға жылжиды және ағаш тақтайлар арқылы үлкен мутанттың Миссимен бірге екенін көреді. Амбер Миссидің телефонын басқа бөлмеге қойып, видеоны ойнатады. Сарбаздар Миссиді құтқаруға асығады, бірақ мутант ағашты жарып өтіп, қайта оралады. Ол Наполеонды құлатып, Миссиді ұстап, жерге ұра бастайды. Амбер қалтасындағы қосалқы оқты есіне түсіріп, мутант Наполеонды қайта лақтырып, Амберді тұншықтыру үшін ұстайды. Наполеон металл таяқшаны алып, мутантты ұстап тұру үшін оны пышақтайды. Кейін ашуланған Мисси денені тепкілей береді. Мутант оянып, оның тобығын ұстап құлатып жібереді. Мисси пышаққа қол созады, бірақ Наполеон балта тауып, мутантты тоқтатады. Содан соң Амбермен бірге Миссиді босатады. Мисси балға алып, мутанттың шап аймағын бірнеше рет ұрады. Содан кейін Наполеон мутанттың аузына мылтығын салып, ақыры оны өлтіреді. Сарбаздардың жоғалуы олардың отбасыларына ешқашан түсіндірілмеді, және олар ресми түрде рұқсатсыз жоғалғандар тізіміне енгізілді. 16-шы сектор әлі де құпия, және біреу оны радарда бақылап отыр. Осындай видеоларды көру үшін жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Көргеніңізге рахмет.